Мой Казахстан деген бар ғой, тун тректе. Сол жерде алтын күн аспаны. де ма Алматыда еще. Олар ол кезде дейін қазақша рэп естімеген ғой Алматыда дейін. Жоқ. Бәрі в шоке болды. Біздерге уже как обычно уже Ақтауда, потому что постоянно выступаем, а там они не знали, что такое, откуда. Біздер, потому что каждый мероприятие сайын шығамыз. Ол кезде рэперлерді деген үлкен сценаға шығармайды ғой. Барасың, можно выступить. А что у вас? А у нас рэп. А нет. Мен сосын думаю, патриотический бір трек жазып жүріп подделываюсь. Қазір әнұран ғой. Сол кезде сол алтын күн аспанын қосу, қайырмаға қосу кімнің идеясы болды? Шәмші Қалдаяқовтың әнінен шыққанда, мысалы, менің елім. Бізде деген ол гимн болған жоқ қой. В том-то и дело, уже оны айтқаннан кейін определенный там, скажем, ағаларға там сондай ой келді есть, потому что біздер каждый раз выступать еткен сайын там 20 мың адам, 30 мың адам там бәрі бізбен бірге там айтады да припевті. Ана гимн қиындау болды, жаралған, намыстан, там еще мотивы что-то там кішкене қиындау. Потом мы не стали его уже петь. Тасташ вертяк, сосын. Ну и ладно, наглеть не будем. Содан бері сосын оны сценада айтқан 2003-те екен.